Бисмилля. Екінші процесс бізде гудронды бір сатымен гудронды пропан арқылы деасфальтизациялау. Жалпы бұл процестің мақсаты майды алу, жоғары сапалы май фракциясын алу, майды тазарту. Бұл жақта уже кірпіш ретінде фенол фурфурол сияқтыларды емес, пропанды қолданады. Пропан сұйық түрінде қолданады. Біздің шикізатымыз, яғни гудрон 17-ші насос арқылы екінші жылу алмастырғыш арқылы оны пропан су буымен қыздырады жоғары қысымдағы 3-ші колоннаға беріледі. 18-ші насос арқылы 7 пропанның буферлік әдісінен 18-ші насос арқылы пропанның 7-ші әдісінен 18-ші насос арқылы бірінші жылу алмастырғышта қыздырылып 3-ші колоннаға береді. Екеуі мына жақта қарама-қарсы бағытпен жүреді. Ауырлық күшімен шикізатымыз жоғары астыға түссе, пропан жоғары қарай көтеріледі. Жалпы бұл колоннаның температураларына келетін болсақ, жоғары жағында колонна 75-80 градуста болады, ал астыңғы жағында 50-60 градустың арасында болады. Пропанды сұйық күйде ұстап тұру үшін қысымды 40 пен 45 атмосфералық қысымда ұстаймыз. Жалпы бұл жақта бір термин бар қызықты бұл процесте. Сұйық пропанның критикалық температурасы деген. Ол бізде шамамен 96,8 градус. Жалпы процестің мақсаты мынандай. Жалпы қарапайым тілмен айтсақ. Мына пропан бізде сұйық түрде жүріп жатыр, оның ішінде сұйық түрде келіп жатыр ғой. Оны бу фазасына айналдырсақ, оның ерту қабілеті түсіп кетеді, вообще ертпей қалады. Сондықтан біз оны пропанды сұйық түрде ұстап тұруымыз керек. Енді бана критикалық температура сұйық пропандікі деп айттым ғой, ол 96,8. Егер мына колоннаның ішінде 96,8 градустан асып кетсе, колоннамыз мысалы бір оператор мысалы қарамай қалады да, дұрыстап қыздырып жібереді қатты. Сондықтан 100 мысалы 110 болып кетсе, өзінің ішіндегі банағы сұйық пропанымыз бу фазасына айналады да, біздің майлы жоғары сапалы майды ала алмай қаламыз. Сондықтан процесті барынша 96,8-ге жақындатпауымыз керек. Бана айттық қой, жоғары жағы 75-80, астында 50-60. 90 қарай вообще 85-90 қарай вообще апармауымыз керек процесс. Сондықтан қатты мұқият болуымыз керек бұл процесте. Енді осы процесс барысында жүретте мына жақта бір банаға деасфальтизат ерітіндіміз, оның құрамында банаға пропан болады еріткіш ішінде, және оның құрамында нелер болады, көмірсутектер болады. Олар бүйтіп жоғарғы жағынан шығып 8-ші, 9-ші испарительдерге барады. Бірінші 8-ші испарительге барады. Бұл жақта пар су буы беріледі төмен қысымдағы. Осы жаққа қыздырады да, осы испарительдің ішінде банаға деасфальтизат ерітіндісі бар ғой. Соның ішінде қалған пропан буланып, газ фазасына айналып, жоғарыға көтеріліп кетеді. Мына жаққа конденсаторға. Содан кейін банаға қалып қойған деасфальтизат ерітіндісімізде полибумы қалып қояды, пропан. Оны тағы екінші қадам ретінде тағы да барып, уже мына жаққа пар высокое давление қосамыз да, оны испарять етеміз пропанды. Пропан бу фазасымен бүйтіп жоғары кетеді, мына жаққа, пока бұл жаққа кетеді, салқындайды, конденсацияланады, мына жаққа жиналады. Содан кейін мына жақта пропан тазартылды ғой негізі, бірақ сонда да деасфальтизат ерітіндісі бәрібір де қалып қояды. Сондықтан ол 12-ші колоннаға барады. 12-ші колоннада мына жаққа су буын береміз де, пропанның қалып қойғандарын ұшырып әкетеміз мына жаққа 14-ші конденсатор смещения, яғни араластыру конденсаторына барамыз. Бұның принципін түсіндіреміз алдағы уақытта. Астынан әйтеуір толықтай тазаланған деасфальтизат ерітіндісі 19-ші насос арқылы 15-те холодильникте салқындатып,
танктерге, яғни резервуарларға жинала береді. Астыңғы жағынан бана жоғарыдан диасфальтизат ерітіндісі шықты ғой. Астыңғы жағынан енді бізде битум ерітіндісі шығады. Бұл битум ерітіндісінде битумға және оның құрамында әрине банағы мына жақтан қосқан пропан еріткіші болады. Тоже мына жақта бана битумды енді пропанмен бірге жібермейміз ғой. Ол экономикалық тиімсіз, пропанды бөліп алып кері циркуляцияланып, оны кері қолдануымыз керек. Мына клапанды ашып 18, мына клапанды ашамыз да 10-ға барады. 10-да бізде бұл пеште қыздырылады. Андай трубчатый пеш, ішінде құбырлар бар. Соны қыздырамыз да. Қыздырып жатқан кезде уже мына жаққа түседі ғой 11-ге сепараторға. Уже екі фаза бөлінеді. Газ фазасы, сұйық фаза. Сұйық фаза бізде битум. Ал жоғары жағынан газ фазасында банаға пропан испаряция етеді. Пропан испаряция етіп бу болып, тоже мына потоктарға қосылып жоғары қарай кетеді. Астан шыққан банаға битум ерітіндісі ішінде по-любому пропан қалып қояды тағы да. Оны тағы да екінші стадияда тағы тазалау үшін тағы да мына 13-ші колоннаға түседі. Ол бүйтіп жерге құлайды, астынан мына жаққа пар береміз, высокое давление. Ол алады да пропанды ұшырып әкеледі де мына жаққа 14-ке апарады. Астынан уже банаға битум ерітіндісі пропаннан әбден тазаланып 20-ші насос арқылы әкеледі де 16-ші холодникке барады және де резервуарларға жиналады. Мына екі продукт шықты. Яғни мына жерден битум ерітіндісі резервуарларға, және диасфальтизат ерітіндісі резервуарларға жиналады. Енді банаға жұмыс жасайық. Мына жақтан шыққан пропан бар ғой. Давай бүйтейік, мына жақты істейік. Мына жақтан пропан шықты, мына жақтан пропанның буы шықты, мына жақтан пропанның буы шықты. Үшеуі бүйтіп бір линия қосылады да, бірінші барып ауамен салқындатқыштан өтеді, яғни ауа арқылы салқындатады. Және де мына жақта конденсаторлармен салқындатады. Конденсаторда салқындайды да, ол бана газ фазасынан сұйық фазаға айналып, кері сұйық пропан болып жиналатын ыдысқа. Осы 18 насос арқылы кері рециркуляция ретінде кері қолдана береміз. Мына жақтан шыққан буылар бар ғой, банағы пропанның буы. Мына жақта шыққан пропанның булары жоғары қысымдағы пропан булары, мына жақта төмен қысымдағы пропан булары. Екеуі шығады, мына былай шығады да, мына жаққа барады. Мына аппарат мен үшін новый болды. Мына аппарат тоже бір вертикальный, орысша аты конденсатор смещения дейді. Бұл жақта қалай жүреді? Мына жақта бана естеріңде болса, мына жақта банаға ерітінділерден пропанды бөліп алу үшін су буын қостық қой. Су буын, высокое давление. Оларды қосқаннан кейін, ол банаға по-любому пропанмен бірге жағаласып, қасына қосылып шығып кетеді пропанмен. Сондықтан мына жаққа келе жатқан чисто пропан емес, оның құрамындағы су буы болады, пар болады. Екеуі бүйтіп мына қосылып кіреді. Енді кіргесін бүйтіп төмен қарай түсіп кетпейді ғой. Бу фазасында кеткенсің, газ фазасында кеткенсің, жоғары қарай көтеріледі. Жоғарынан көріп тұрсаңдар, 9-ші салқын су қосамыз. Салқын су төмен қарай тығыздығы ауыр болғандықтан төмен қарай құлайды, мыналар газ болып жоғары қарай істейді, көтеріліп кетеді. Екеуі бір-бірімен қарама-қарсы потокпен қосылған кезде, мына су алады да, мына жақтан келатқан пропанмен бірге буларды конденсациялап, бу фазасынан суды кері сұйық фазаға айналдырады да, астынан су қылдырып шығарып жібереді. Ал пропан болса, пропанды мына су конденсацияланбайды, өйткені бұның температурасы жетпейді. Сондықтан мына жақта келатқан бар ғой, пропан дейтін газ болып жоғарыға көтеріле береді. Мына пропанмен бірге келатқан пар болса, су буы болса, ол конденсацияланып төмен қарай су болып түсіп кетеді. Осы методпен пропан мен буды бөліп аламыз. Сосын бүйтіп мына жақтан пропанымыз шығып 22-ге барады, капель отбойник. Бұл да жаңа аппарат біз үшін атайтып тұрғандай капель отбойник, яғни банаға судың тамшыларын бөліп алу. По-любому мына жақта су тамшылары кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мына сепараторда бана қалып қойған сулармен пропанды бөліп аламыз. Суларды төмен қарай түсіріп тастаймыз, газды, банаға пропанның буын 21-ші компрессор арқылы сығамыз да, оны газ фазадан сұйық фазаға айналдырып, салқындатып, 11-ші мына ыдысқа жинап, 7-ші ыдысқа тоже арашың рециркуляция ретінде процесске жібереміз.